Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін қылмындының рецептімен бөлісемін. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен қамырын дайындап аламын. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған судың үстінен бір шай қасық тұзды қосып, тұзымыз ерігенше кішкене араластырып алдым. Одан соң оның үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнды қосып, қолымның көмегімен орташа тығыздықтағы қамыр илеп шықтым. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Осындай жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді иі қанғанша бетін жауып 15-20 минут уақытқа қоя тұрамын. Осы аралықта қамырымыздың беті жылтырап, иі қанып, өте әдемі болып дайын тұр екен. Өте жұмсақ болғандықтан қолға жабысқақ келеді. Үстелге молырақ ұн себе отырып, қамырымды бір илеп алып, одан әрі қарай жая бастадым. Алдымен қолмен жайып осылай үлкейтіп алдым. Одан соң оқтаудың көмегімен жақсылап барынша жұқа етіп жайып шықтым. Менде қамыр осындай өте жұқа болып жайылып шықты. Енді жайылған қамырды осындай ыдыстың көмегімен барлығын дерлік дөңгелек формада етіп кесіп дайындап алдым. Формасын өз қалауларыңызға қарай кесе бересіздер. Егер 4 бұрышты етіп кесіп пісірем десеңіздер де болады. Мен осындай көлемде етіп барлығын дерлік кесіп алдым. Бір ғана зуаладан осыншалықты көп дөңгелек форма жасап алдым. Енді табамыздың астын қыздырып аламыз да орташа отта қамырымызды екі шетін бірдей пісіріп аламыз. Табаға ешқандай май құюдың керегі жоқ. Дәл осылай видеодағыдай пісіреміз. Алғашқы қамырды екі жағын бірдей пісіріп алдым, ал келесілерін осылай бір бетін ғана аудара отырып пісіріп барлығын дерлік дайындап алдым. Қамырымыз өте жұқа етіп жайылғандықтан тез піседі, және бір бетін ғана пісіріп алсақ жеткілікті. Қылмындының қамыры дайын болды. Менде осындай көлемде шықты. Қылмындыларымыз өте жұмсақ болып шығу үшін бөлме температурасындағы тұрған суды алып, щетканың көмегімен қамырдың бір бетін сулап шығамыз. Видеодағыдай бір бетін толығымен сулап, бірінің үстіне бірін қойып дайындап алдым. Барлығын дерлік сулап болғаннан кейін салфанға салып немесе осылай бетін жауып, жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Осы арада арасына жағатын кремін дайындап аламын. Ол үшін маған осындай 2 жұмыртқаның сарысы ғана керек болды. Және 3 ас қасық жүгері крахмалын қостым. Және 3 ас қасық қантты қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алдым. Менде осындай масса дайын болып шықты. Үстінен сүтті құйып, тағы бір араластырамын. Бізде ешқандай түйіршік қалмау керек. Бұл жерде мен 500 грамм сүтті 3 бөлікке бөліп қоса отырып араластырдым. Қазанда орташа отта қойып, сүтті бір пісіріп аламын, және үздіксіз осылайнан араластырып отыруымыз керек. Бірер минуттан соң біздің сүтіміз қоюланып, осындай қаймақ секілді сұйықтық пайда болады. Кішкене араластырамыз да оттың астын өшіріп қоямыз. Креміміз жұмсақ болып тұру үшін үстінен сары май қостым. Осы кезде оттың астын жағудың керегі жоқ. Қозғай келе май өзі еріп кетеді. Тағы бір жақсылап араластырып, дайын болған кремді арнайы ыдысыма құйып алдым. Осы орайда қылмындының қамыры өте жұмсақ болып дайын болып қалған екен. Енді барлығының арасына кремін жағып дайындап аламыз. Арасына салмасын қатты толтырмай осылай етіп саламыз. Қазір майға тағы бір қуырып алатын боламыз. Егер толтырып салатын болсақ, ішіндегі салмасы шығып кететін болады.
Табамыздың астын қыздырып, майлылығы жоғары майды табамызда ертіп аламыз. Майымыз ерігеннен кейін үстінен қылмындыларымызды салып, бір бетін ғана майға қуырып аламыз. Ұзақ уақыт қуырудың керегі жоқ, 20-30 секунд тұрса жеткілікті. Осымен біздің қылмындыларымыз толығымен пісіп дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Дәмі енді өте ерекше болып пісіп шықты. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып және подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін.